малды іздеп, малды анықтау, кімнің малы екенін милицияның жұмысы ма өзің ойлап қарашы? Жоқ, қарашы, айтшы, жауап берші. Кімнің жұмысы? Бәріміздің, сіздің, менің, мына кісілердің бәріміз жасау керек. Қоғам болып істеу керек. Менде мына жолға, менде деймін, мына департамент бүткіл 933 мың неше километр? 1033 километр. 1033-ке 85 қызметкер. Біз ойлап қарамыз. Бүткіл Маңғыстаудың малын біз жүргізіп жатырмыз ол жұмысты. Телевизорден де көрсеткен. Әне, жаңағы 700 теңге тұрады. Бұл малды жылтырағыш тағу малдың иесінің өзінің жұмысы. Малдың иесі де ойлану керек. Ona өзінің малының кесірінен адамның өміріне қауіп тұрғанын білу керек. Қауіп төніп жатқан. Оны сіз қай жерде тұрасыз? Жетібайда. Жетібайда көршіңіздің түйесі бар ма? Бар. Сіз оған соларға неге айтпайсыңыз? Мынаны кеше көрдім, ана түйені қағып, бір бала өліп кетті. Мына түйені тақшай айналайын. Siz айтсаңыз, мына кісі айтса, ана кісі айтса, сонда ғана болады. Біз айтып жатырмыз өзіміздің тарапымыздан, бірақ ол жеткіліксіз. Мен өзімнің жаңағы жауапкершілігімді алып қашып, я болмаса менің міндетім емес деп жатқан жоқ. Менің жалпы полицияның міндеті түгел жол қауіпсіздігіменен, жаңағы адам қауіпсіздігімен, қоғамдық тәртіппенен күресу полицияның қызметі. Но біздер бір істеу керекпіз. Біз түсіну керекпіз. Ол біздің общий, біздің халқымыз, осы жердің тұрғындары, қонақтары деген ұғым болу